Сәлем достар, қалайсыңдар? Мен аяқта прямой эфирде айтқан нәрселердің бәрін айтып салшы, өтініш болмаса прямой эфирін сохранить етші дейді. Сохранить етуге ұяламын. Бағыш болып отырамын. Таныс көреді, бипшилар көреді. Қой бипши жоқ бізде. Мына жерде туысқандар отырады, айтып қойды. Сосын солар көреді дегенде ұяламын дегенде кей кездері бір бағыш болып түсе беремін да, маған шынайсың, қарапайымдылығына шынайсың дегенде қатты кетіп баратын болдым. ұйқымнан тұрып салып түсе беретін болсам, бір апа жүрсін. Айналайын, сен бет қолыңды жуып, дұрыстап шашың тарап, бетің дұрыстап шықшы деді. Содан кейін бетімді бояп шығатын болдым. Жоқ, бет қолым жуатыным рас, неге жуамын? Неге жумайтын болып көрінемін, бірақ боянып шықпайтын едім енді. Боянып шығатын болдым, өз-өзіме қарап дегендей. Сені қанша адам көреді дегендей, сен де сахнада жүргенде өзіңді сезін деп маған айтты ғой. Дедім. Кино көріп жатсыңдар ма немене. Сол енді айтайын дегенім, тойдың мәселесі. Қазақтың той деген керемет. Той деген жақсы көремін. Тойдың болғаннан болады қызық дейді ғой, рас. Тойға дайындық ұнайды маған. Қандай рөл ойнайтын? Менде өзі арналған 3 рөл бар. Біріншісі, анау мәслихатта жазылып кім кімге барады, киіт кімге деген дәптерді ұстау. Екінші, мынау келген продукт алған заттарын үйге бәрін кіргізіп дастарханға қою. Үшіншісі, ол анау келген напиток, анау ішімдіктердің бәрін категор болып аңдуға қойды. Сөйтіп менің інім осыдан 2 жыл бұрын үйленді, келіншек әкелетін болды. Сол дайындықта енді ес білген кезде келіншек әкелді, қызықтау екен да ол. Өмір айтатын тұғым, мен сен келін айтпай кетпеймін деп. Сол сөзім негізі әумин деп жіберді, өйткені келін келіп балалы болғаннан кейін кетемін деп айтатын тұғым. Сол келіннен кейін қырғын дайындық басталды. Мен сондай менің әпкем бар, екеуміз бір-бірімізге қарамасыз иньянбыз. Иньянның не қатысы бар? Антоним, синонимбіз. Сондаймыз, короче. Сол екеуміз жүрік, ол кісінің еш нәрседен хабар жоқ, тек үй жинайды. Мен әйтеуір физический нәрсе, нагрузкадан қашу ғой. Анау барып кел, ауызбен тындыратын нәрселер сондай. Енді маған да қызық, енді кім-кімнің киіп киетіні ше, ол қызық нәрсе негізі. Дәптер болады екен. Бірден арнайтын болсаңыз, сразу общий тетрадьтан блокноттан 12 беттік дәптерден бастамаңдар. Просто бір дәптер басталып кетсе, ол содан біз 12 дәптердің 3-ін алдық. Содан бастайтын мәслихатта кім-кімге барады. Әшенде келіндерін жамандайтындардың бәрі. Менің келінімді пәленшеге қос. Менің келінім ана бір несін қолтығын сүйесін. Пәленшенің келіні неге сүйеді, біздің келіннің очырды қойып. Қырғын төбелес болады, кім киет. Сосын обязательно бір апайлар болады. Өмір недовольны әншілеріне мәслихатта жазып қойды, кім-кімге баратын. Мен неге бармаймын, пәленше неге барады, біз неге жүрмейміз. Сосын төбелес болады, не подарка береді, не сыйлайды, кім құдалыққа кіреді, кім кірмейді деген білмеймін, не қызық ояқта. Бәріне алтын тартпайды ояқта. Бір-екеуің тауар киіп кетесіңдер ғой. Ол тауар деген қиын нәрсе ма деп ойлаймын да. Сосын арасында әлі де қандай болғандай тоғыздық дайындап әкелетіндер бар. Күшті бірден арқалап корзиналарын ұстап келеді, мәслихатқа дайындап ше деп көрсетеді ғой. Тоғыздық неше, мен ойладым тоғыздық дегенге бір дүние қойсаң бір нәрсе, оның ішінде бәрі тауар екен, арасында бір алмалар жататын, пелошейлармен қосып. Сөйтіп дайындық болады. Ең басында дайындалатын кезде сөйтіп той болатын болды інімнің. Дайындалып жүрген кезде біз қой соятын болдық. Бірінші бастайтында қой сояды ғой, енді мәслихат отқан анау туыс келеді, мынау туыс келеді, бәрі кім-кімге кіретінін бәрін сөйтіп жүрдім. Қызық деген сен оның арасында жүрсең. Сөйтіп қой соятын болды. Мына көршінің үйінде бізде қой сататын тұғын. Соны қойын арқалап келдік. Бұл қойдың да мына құйрығы қойдың көтенінде деген рас екен. Голый көрген жоқсыңдар сендер, оны голый көріңдер қойды көтенін. Сөйтіп дайындалатын болдық. Ұйқы жоқ азанға дейін. Сосын айттым, өзім бәрін дастарханмен мөлшермен қойдым ше. Енді бірінші күні келіншекті алып келу керек қой. Оның алдында алып келмей тұрып мынандай жағдай болған. Сол 3 дәптер арнаған біз 12 беттен. Сосын мама айтты, кит алуға шыққан кезде бір мамалардың бір жақсы жерінде бар. Немен жаңағы не дейді, орамал сататын қатармен жаңағы қамзол сататын қатар. Сол 2 қатарға кірсе білмеймін, бастар істемей қала ма, арттарында жүрдім. Мен де лағып, ана өзімше немен түсіргім келеді. Алтын деген 5 деген мә саған бір дәптерін жоғалтып алдым, сөйтіп лағып тұрған кезде. Сөйтіп жоғалтып аламын, 2 бет дәптер, енді 3-ші дәптерде алатын нәрсем жоқ. Кімге баратыны есте жоқ, ми ашып жүріп үйде ремонт дегендей. Мен қырғынның астында қаламын. Айқай істеймін, олай қай істеймін. Өзімше еще ана үйде мамамды, жеңгем екеуі қаттандай қымбатын алып қоя береді. Сосын барып қастарында жүретін болдым. Оң жақта періште, сол жақта кім тұрады дегендей, сол сияқты кім сияқты айтатын болдым мен. Қой, вообще жұмсамаңдар, қойыңдар, өз-өздерін ұстандар. Ол деген не, ол той деген вообще той жасайтын бәрі. Сөйтіп айтып жүрмін, үйге келеді, ол зат дұрыс болмайды. Ол айқай, сен неге ұстадың, дұрысын алуымыз керек екен, ол атаға бір дегендей. Сөйтіп сондай болды. Сонымен ондай нәрсеге араласпаймын. Бұл ладно, тып-тыныш жүре берейін. Сол заттарын пасовка жасап, сарқыттарын салып беріп кететін. Сосын ана жақта ішімдікті, жаңағы напитоктерді аңдып жүрсем болды, маған сол абырой деді. Сөйтіп келіп той басталатын болды. Ең бірінші келіншекті алып келетін күні мен жүрдім. Бығыт боптым, тойға дайындалмаған. Осы үйдің бір ана несі нелер ұқсап, білмеймін кім ұқсап, түрім страшный енді. Үйше айтып қойды, біздің қыз, осы үйдің қызы осы ма, осыған жігіт іздейді.
ненің атасының басының жігіті ма мына түрімізбен шоқ жейтін сияқты бәрі 100 метр қашатын сияқты оған жақта. Сөйтіп дайындалып жүрдік, дастарханға заттарды салам. Содан кейін енді ертесіне кеш біздің үйдегілердің бәрі кетеді, келінді әкелуге өлт дайындаламыз сестрам екеуміз. Сөйтіп келін келеді, батыш болып жүріп, келінмен бүкіл әулеттің келіндері суретке түсіп, біз сестрам екеуміз ғана түспегенбіз. Мен түрінде көрген жоқпын оның өтіп бара жатқанын, бүйтіп қырынан қарағандығым. Сосын келген кезде не киіп алған, ішіне кірген де жоқпын. Сонымен дайындалып жүрдім. Мамам маған айтты, повар деді, поварды аңды деді. Повардың қасында бір орыс апа бар екен. Соны сендер де жалмаңдап тұрын жұрттың қызы, ана нарезканы қалай жасайды, осындай повар келгенде үйреніп алып жан жақты қарап жұрттың қызына барсам пәлен жер осы жұрттың адамдары бәле болды маған негізі ше. Соларға қарап жүресің, сол үйреніп ал деді. Мақыр повар таңдадым. Повар ана времянка бөлмеде тамақ дайындап жатқан тұғын. Егер екі жұмысымның бірі повар таңдау болды. Фри қуырып жатыр, ойлағанша фри қуырып жатыр екен андай табақтың үстіне. Сосын қайта айналып фриге бара бердім. Сосын ойлағанша мынау бейшара аш па деп түрме қарасам, мен аш адам болса, мен томпақ адамдар көп тамақ жейді деп өзі сөйтіп айтады ғой. Статистика бойынша негізі томпақ адамдар көп тамақ жемейді. Сол енді несіне жаңағы фруктовый нарезка жасаймыз деп фри қуырып жатыр да, қазанның ішінде қырғын. Сосын қасында орыс апа жүрді, томпақтау. Сол мен ала көзімен қарайтын, бейшара тамақ сұрап жүрген жоқ, түрімнен енді ұқсайды сондай кейін маған ше. Балқатыш болып жүрмін ғой тамақ сұрап. Сөйтіп жоқ, мен бүйтіп қарап жүрмін, былай қарап жүрмін. Сосын бір артық фри қалған тұғын. Мен оны білмеймін, бірақ сол екеуі жасап жатыр, нарезкасын қарап жатырмын, қалай турайды бір жаттаған, бір қанша қарадым, дымда үйренген жоқ. Маған топағы апа былайынан былай жаба береді деп пишкаларын ұрлап алайын деп жатқан. Ешкімді ұрлайын деп жатқан жоқпыз. Бір қарап алайын деп жатыр. Сөйтіп бананды ғана үйрендім, бүйтіп бетін ашады екен, түркияда алтыға бояпты бөліп тастайтын, соны жаттап алдым. Сөйтіп айтты, фри қалған тұғын. Бір кезде бір қайтып келсем, сосын жаңа томпақ айтады, здесь было фри, а я отложила, дейді, где это, дейді, я откуда знаю, дейді. Сен не меня сұрайды, ты же здесь все время окулилась вокруг нас, дейді, окулилась ма, округлялась, дейді. Сосын айттым, не дедім, мен түрім ұқсап тұрған жоқ, дейді, ұрлаған адам жоқ, мен вообще ұрлаған жоқпын, сен ана жақта көрдің ба? Бүкіл ене біреу емес, кемінде әрқайсысында екі келіннен, олардың бәрінің жұмысы үйде жатқан ағасы мен атасы мен күйеуіне тамақ жіберу. Олар миссиясы сонда келген кезде бәрінің бір сарқыттан пакет алып кету. Сөйтіп ана тамақты плопты береді, плопты бергеннен кейін бір уақытта қарасаң, неде мен категормын ғой, ана жақ напиток анау мынаулар беріп тұрамын, аңдып тұрамын дегенде, поварларды аңдып тұрамын дегенде, поварды аңдып жатқан жоқпын, повардан бір нәрсе үйренемін ба деп қарап тұрмын ғой. Сөйтсем былайына табақтар кетіп барды ғой. Ладно ғой, бір екеуі желінген болса, желінбей түртілмегендер кетіп барды ғой. Сөйтіп ош барды, қолына пакет бар. Оның қасына барып, мынау желінбеген сен тістеп алады, ана іште деген төбелес, қырғы төбелес болып кетеді. Ана жақта артта бәрі машиналар күтіп тұрады бір-біреуден. Соған салып жүреді бәрін ше. Сөйтіп тұрады, аңды үлгермейсің оны. Сөйтіп маған айтты, енді мен өзім жеңгем айтты, енді сен қарап жүр, сен ана кочегарыңге, ладно, қазір онша су сұрап жатқан жоқ, үлкен кісілер ғой енді жүрген. Бар да сен ана тамақ қалады ғой, соны өзіміз отырып шай ішейік, бізге де нормальный бір нәрсе алып қойын. Қақатқан тығатын жер жоқ, бүкіл бөлмеге неге кіріп топан тұтып кіріп келіп жатыр. Бала шаға бәрі тығатын жер жоқ. Бөлмем шкафының төбесі бар тұғын, жабық жері бар тұғын, соның төбесіне қойғам ғой, қазы мазы түртілмегендерді қойғам. Сөйтіп оны одан кейін алғам, жегеміз ғой. Енді кеше нені төбесінің алдында тазалайын деп жатқанмын ғой, шамалы уақыттан кейін. сөйтіп сүртіп жатсам, қатып қалған қазылар жатыр. Иә, қызғаншақ болуға болмайды екен, ешкім ондай жұмыт болмаңдар, жей берсін бәрі. Ана төбесінде бір екі үшеуі қалып қалған ғой. Енді тазаламадым деп жүрмін, шкаптың төбесін оны әрқашан всегда тазалай бермейсің. Сөйтіп сондай болды. Сөйтіп миссиясы бәрінің сондай. Сөйтіп енді келесі ертесі күні жаңағы не жасаймыз деді, беташар жасаймыз. Ақысы беташар үлкен кісілерді шақырады екен. Сөйтіп біз түнімен дайындалдық, ертесіне беташар 11-де болатын, бұл түнімен дайындалдым, жүрдім, сәбіз ашыдық, сәбіз турадық ертесіне. Сөйтіп жүрген кезде кеш ұйықтаймын, түнімен асқазаным болып опырып жеген соң ғой, анадан қалған мынаған ана қалмайын деп мен жарыспын деп. Сөйтіп той бағам. Бір кезде түнгі сағат 4:30-да ма қатты асқазаным ауырады, панкратин ішемін, анау ішемін, мизимнан рекламасы кетті ғой, мизим мен панкратин. Сөйтіп отырды да бір кезде жеп алып ұйықтадым. Жататын жер жоқ, білесіңдер, той болған кезде анау келеді, мынау келеді, жататын жер жоқ. Жатырмын, столдың астын тауып аламын бір бөлмедегі, соның астына төсек салып аламын. Сөйтіп столдың астында жатамын, мынадай стульчиктер тұрады, басым шамалы шықпай жатады ғой енді. Сөйтіп беташар болады, азында әжелердің барлығы, білмеймін кім танимын, вообще олар әжелерді танымаймын ше. Пәленшен әжелер ғой. Ол әжелерді бастап ойлайтын тұғым, қазір деген бұрында әжелерді ғой, кәдімгі жаймен бүйтіп ақкөңіл, қазіргі әжелердің байып ой деген. Бір екі әже келеді, дәл төбеме отырып алды, стульчик, қолдарында екі қап қара сөмке, жаңағы Луи Виттон, сосын Гермес деген екі сөмке, қарама, білмеймін, біреуінде басқа жасайды. Екеуі ұстап алған сөмкелерін ойлаймын, неге ұстап келсем, миссия. Короче, бірінші миссия оларда сарқытты той басталмай жатып салу. Ана тұратын арешкалар бар ғой, тәтті, солардан бастап кетеді. Сөйтіп, сода жаймен салып отырады екен. Екінші еще пакеті болады, оның ішінде айген деген пакет. Оның ішінде салады. Енді ойлай беріңдер, визуально айгенмен шықты, негізі ішінде табақтың ішінде де бар. Бұл жаңағы сөйтіп
отырады екеуі әңгімені жіберіп жатыр, ешкім келмей 11-де басталады, 10-да екеуі әже дайын отыр, екеуі әңгіме соғады. Сол екеуі әже отырады да әңгіме жіберді. Мен баста білмеймін, ұйықтап аттым, түнімен ұйықтамағам, ауырғам. Түсімде көрді пәленшенің пәленшесі біреуден қайтып келді, короче, білмеймін ғой. Мен ойлап жатырмын, өлә деп ше, кімге тиіп, кіммен қайтып келдім деп, масқара, мен де ұйқым қанбайтын адаммын, жаңа тамаққа тоймайтын дегендей, тамаққа тоямын бірақ. Сөйтіп ұйқыдан кеттім ба, масқара деп ойлап, қалай болды екен, соны ұстап алып, енем қатал болып қуып шыққан шығар, өлдім деп. Өзімді көріп жатырмын, өзім шығармын деп түсінбей әңгіме жеп жатыр, құлағыма кетіп жатыр. Құлақтан кіріп бойдалар дейтін, ойбой кетіп жатыр, ұнап жатыр, тыңдасам енді уже оянып кеттім, уже біліп жатырмын кімді. Біреуді айтып жатыр, енді кім екенін білмеймін бірақ. Сол кетіпті, сиыспап та қазіргілер енді келіндер барғаннан кейін раз бәрін қойып кеткен ғой. Сөйтіп бір нәрсе деп айтып жатыр дейді, ау пәленшеге айтып келіпті, онда баласы жетісіп тұрған жүр, әңгіме жеп жатыр, арасын сықырлатып сол пакет ашып қойып жіберіп өйтіп тұрмын. Енді мен де жата алмаймын ғой, мына жақта дік пойыздың қасында жатқанда келіндер жүгіріп жатыр, былай да үлгермей жатыр. Шығуым керек енді, былай қорқытпай шығайын десем, жаймен басымды астынан шығарып көргім, ойбай бисмиллах, мына астында жатып деп екеуі өзінше болып қайтып кетті, әңгімелерін тыңдап қалған. Мен сендердің өздерінше болмай кімді айтып жатқандарын туралы білмеймін, мен негізі шығып кете берейін дедім, екеуін қарап қоямын, еще екеуін аңдып жүрдім. Сөйтіп ана жақта шкафтың арасынан напитоктерді шығарамын, соктарды сөйтіп біреуі кетіп бара жатып айтады, шығып бара жатып айтады маған, қызым, ана согыңнан бере ғой я деп. Берем дедім, апа, еще ол апам деген жаңағы әр нәрсені салма, сокпен ішіңіз запивать етейін деген ғой ар жағында. Жоқ, негізі бұл видео деген сөйтіп қызығымен қызық қой, тойдың қызықтар. Кейбіреулер комментарий жазып, анау мынау деп, маған өзіме ұнайды. Сондай келіндер де ұнайды, сондай енелер, сондай әжелер де ұнайды, сарқыт алғандар ұнайды, бәрін ұнайды, бәрін жақсы көремін. Онда тұрған не бар, сонымен қызық қой той деген. Ренжіп жатқан обиженный адамдар сендерге анау тойларда алтын тақпай, сарқытқа өздеріңе тиіп кетіп жатыр ау шамасы. Жалғасын ертең салам енді. Одан да қызық болған жалғасы. Өш. Бағана бері өшкіш болып жатырмын, өшсей.